Достар, бізге көп қойылатын сұрақтардың бірі ол маркетолог ретінде немесе фрилансер ретінде өзімнің жалақымды қалай көтерсем болады, қалай жоғарғы жаңа деңгейге шықсам болады деген. Енді оның жауабы біреу. Мысалы, қараңыз, елестетейікші былай, егер де бір маркетолог сіз өзіңіздің сайтыңызға кірген 100 адамның, сайтқа болсын, инстаграмға болсын, кез келген площадкаға кірген адамның 100-ның де контактісін ала алатын болсаңыз, екінші жағдай, таныс емес тауар, мысалға таныс емес бренд, таныс емес бір енді пайда болып жатқан, енді құрастырылып шыққан бір компанияны таныстыру жағынан ең оңай жолды білсеңіз, клиенттің сенімділігін арттыра алсаңыз, яғни клиенттің сол бизнеске деген ойын жақсы жағынан көрсете алсаңыз, рассылка жібере алсаңыз, кез келген уақытта, кез келген өзіңізде бар базамен дұрыс жұмыс жасай алып, және де дұрыс анализ жасап отыра алатын болсаңыз, онда сіздің шынымен де қазірге қарағанда жалақыңыз көтеріледі. Но сұрақ, сіз қазір осыларды істеп отырсыз ба?